Ballar biz qanday taqdim bo'lyapti? Bir aylanma sirtdi. Kan o'zi taqdim qilishga qaytalaydi. Kan aslida aytamiz, bir aylanmasi bor. Sirtdi tengi qanday tengi? O'tir. Ne bo'ldi? Aylanmasi bor sirtdi tengi degimiz a x teng o'tirlik tengiga aytamiz. O'ta tamasa. O'sha degani x degani ne ayru? X degimiz X degan belgisiz son, A degan onu kez kelgan sonning o'rni. X bundaqa X aylanmali A және B qandaydir bir sonlar. Kerak, o'tadi. So'nggi bir aylanmalar tengdov deganda bilyapmiz. Bir aylanmalar tengdovda bir tomon shishuv deganimiz, bir aylanmalar tengdov shishuv deganimiz X nimani topib o'tadi. Yaxshi o'tiramiz. Ana endi taxta qaraylik bolalar. Kaniki birdi bir amanlasib olayım, bir jadrab qolayım. kaniki jadrab qolsa hamma o'ylaydi. Al endi savobimizga qo'shiliga eng birinchi uy topshirmasi. Daftarimizni ochamiz. Kelgan jildamlatamiz. Ya'ni kaniki adam turli kesilamiz. Bir-birimizni bag'alaymiz. Uy жұмысini javoblari taqdirlab turgan jildam uy жұмысын tekshiramiz, birimizni bag'alaymiz bolalar. Kim do'sti qalay bag'alaydi ekan? Jo'g'ari bag'alaymi, tumen bag'alaymi? Biroq adam shunday bag'alash kerak. Kaniki bo'ldimi? Kimda uy жұмысы yo'q ekan? Asıl. Arsen'de yüzümüzü var, tamam. Birinci есептен үшінші есепке дейін шығарған. Жақсы. Арсен, uy жұмысы толық орындаймыз, иә? Мақұл. Ал, Қазір машинада үй жұмысын істемейміз деген бар. жұмыспен орындаймыз. Жарай ма? Жолдан да орындаймыз. Аяқтан жүр. Міне 2 минут балалар жылдамдатамыз. Бұл бірінші тапсырма, иә? Сондықтан тапсырмаларды не істеу керек? Бағалау керек қой, иә? Әркім өз-өзін бағалау керек, иә? Сондықтан мен бүгін сендерге мынадай бағалаудың түрін алып келдім. Бұл кигіз үй. Осы кигіз үйден қазір бірінші тапсырма орындағаннан бастап, әр тапсырма сайын деңгейлерінің өсіп, ең соңында, сабақтың соңында не істейміз? Мына кигіз үйге кіре алатын боламыз. Егер тапсырманы орындасақ, жарай ма? Сондықтан мына жерде мына бағалауды тарап берейін. Жазғандар. Қалай бұрыласаңыздар? Таня, сен яққа келе сал. Бида сендер келдер, балалар. Топтың жұмысы не істейміз? Қанша жұмыс болады, соны бөліп аламыз, е? Топта жұмысты қалай жасаймыз? Көрсетеміз. Топтығымыз қандай? Сәйкестендіру, иә? Сәйкестендіру. Болды па? Қай топ болды? Ал, бер қараймыз. Жақсы. Топтық жұмыстың жауаптары менде бар? Ал, Нұрай оқы. Біріншісі А дұрыс жоқ, екіншісі С 0, үшіншісі Б 1, Б минус 1, төртіншісі Е минус 6. Жауап не болды? Е минус 3 қалды, 6. Бес жауап тұр ғой. Дұрыс қой. Екінші есепте С 0 болды. Үшінші есепте
-1 болды. Bu 4-cü есепте D 6. Жақсы, асыл осымен елді көне жақсы жауап берді. Және сол топта қоншы балықта. Өте жақсы. Ал енді үшінші тапсырма балалар. Деңгейлік тапсырма. Білеміз ғой деңгейлік тапсырма, не? Деңгейлік тапсырмада 5 есеп бар. Бұған бір 4 минут уақыт беріледі. Әркім өз деңгейінше есеп шығарады, жарай ма? Бұл жеке жұмыс. Орындаймыз, дәптерге орындаймыз, жарай ма? Оқу жұмыс дәптерлерге орындаймыз. Жаңағы есепті дұрыс шығарғандарын бағалауды ұмытып кетпеңдер, бағалауды көтеріп қойыңдар. Тақырыпты жақсы меңгергеніміз көрініп тұр, иә? Ал кәдімгі тақтадағы жұмыспен өз жұмысымызды тексереміз. Кімдікі дұрыс болды, не істейміз? Бағалап қоямыз. Кәдімгі бағалап қойыңдар өздеріңді. Ендігі тапсырма балалар. Айта қойшы, мәндес теңдеулерді қандай теңдеулерді айтамыз? Болса, олардың жауаптары шыққан текстің мәні бірдей болса, ол мәндес теңдеу. Өте тамаша. Егер теңдеудің шешімі бірдей болса, теңдеулердің шешімі бірдей болса, ондай теңдеулерді мәндес теңдеулер деп атаймыз. Ал орындаймыз. Бұл балалар екінші тұрып айтамыз. Бірінші мен үшінші теңдеулер мәндес теңдеу болды. Жақсы, отырады. Сонымен біріншілер үшінші теңдеулер мәндес теңдеулер болды. Сонымен мәндес теңдеу деп қандай теңдеуді айтып өтеміз? Сартай? Мәндес теңдеу деп сол екі немесе үш теңдеуден бірдей сан шыққанды мәндес теңдеу деп айтамыз. Өте жақсы. Жақсы. Нұрыстан болдық па? Қанды жылдым? Бір мен бәрттен жүріндім. Енді ары қарай. Мен қазір санай, сол кезде 7 дегенде 7 дегенді айтпайсыңдар? Ажарда сан тұтамыз. 7 демейсіңдер, бұл мен деңдер. Болды. Жарай ма? Ал кім айтып қойып, сол есеп шығады. Мен өзім айтам санды. Бір. Жоқ, екі ғой. Бір. Екі. Үш. Төрт. Бес. Алты. Бұл мен. Өте тамаша. Бір. Екі. Үш. Төрт. Бес. Алты. Бұл мен. Бұл мен. Ал жақсы, отыра қойыңдар. Саташпай екен. Өздеріңізді бағалаңдар. Домбыра ісімен бағалаймыз. Өте жақсы. Өте тамаша. Енді балалар, кеме бар, е? Сол кемемен балалар. Адам өзін жоғары деңгейге санау керек, е? Міне өзімізді жоғары деңгейге санап, мына тұрған кемелеріңді теңізге жүздіреміз. Егер жағада қалып кетсеңдер, ол не болған балалар? Төмен болып қалды деген білдіреді мағына, не? Сондықтан өзімізді бағалап, ат жөндеріңді жазып, мына кемелерге кімнің кемесі екенін біліп тұрсың. Мына тұрған теңізге не істейміз? Жүземіз. Саяхатқа шығамыз. Алып кеп жазып. Жоғары Стамбулға барып келеді. Бәрінде білімді. Тамаша. Өзіңіз айтқан тамаша. Ешкім өзін төмен бағаламайды, өйткені ешкім жаман оқымайды, бәрі де керемет, бәрі де теңізден Стамбулға кетіп барды саяхатқа. Үйде 846 және 847 есепті орындаймыз.